Тәуелсіздік бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Біз Алматы облысы Балқаш ауданы Ағдала орта мектебі жастары Қапшағай қаласының жастарынан тәуелсіздік челленджін қабыл алдық. Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 29 жыл. 29 жылдың ішінде Қазақстан етек жеңін жиып, өз алдына дербес ел болды. Бұл атадан келе жатқан ұлы жеңістің жемісі. Тәуелсіздік төрлет төріме, тәуелсіздік шаттық сыйла еліме, 29 жыл қадам басып келесің, мынау дархан кең жазира еліме. Абамның да арманы осы еді ғой аңсаған, тәуелсіздік таңдары бақ береді баршаға. Көк туымды қолыма бүгін беріп ұстадым, түсті бақыт жолыма менің Қазақстаным. 1991 жылы 16 желтоқсан егемендігін алған өз президенті ұлты мен ұлысы, салты мен дәстүрі, мәдениеті мен экономикасы болды. Желтоқсанның желінің ызғарына қарсы тұрған жалынды жастарының рухы мен ерліктерінің арқасында шаңырағы биік, керегесі кең болып, мемлекет болып қалыптасты. Ащы термен келген тәтті жеңіс, төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен келген ұлы күн. Біз Ағдала орта мектебінің жас мамандары осы челленджді қабылдай отыра Кербұлақ ауданына жолдаймыз.